Қазақтың көрнекті ақыны, ағартушы демократы Сұлтанмахмұт Торайғыров 1893 жылдың 28 қазанында Көкшетау облысы Қызылту ауданында дүниеге келген. Небәрі 27 жыл өмірінде қазақ әдебиетінің роман, поэма жанрларын дамыту жолында көптеген туындылар жазып шығарған болатын. Солардың бірі бәрімізге белгілі Қамар сұлу романы. 20 ғасырдың басындағы қазақ арасындағы ескі салт дәстүрлер мен надандыққа қарсы үн көтерген шығарма әйел теңсіздігін бейнелейді. Бозбалалардың аузынан некелі түспейтін қыз-келіншектердің көзіне кіршіксіздігімен күйіп болған шығарманың басты кейіпкері 15-ке жаңа аяқ басқан Омардың қызы Қамар сұлу болатын. Жіңішке сымға тартқан әні қандай, балауыз балбыраған тәні қандай, ақыл, ой, мінез көрік түгел келіп, толықсып, толып тұрған сәні қандай деп, ақын ақылына көркі сайын нағыз қазақ қызы туралы тебіренген болатын. Тал бойында бір мін жоқ, хас сұлу һәм оқыған-тоқыған бойжеткен күн сайын құлпырып, ауылдағы қыз атаулының алды болды. Жігіттерден ағылып келген хаттардың кейбірін жауапсыз жыртып, кейбірін енді қайта бас көтерместей асқан шеберлігімен жебедей жерге қадаушы еді. Көрші Сарбаз ауылындағы Жәуке деген қарияның 21 жасар баласы Ахмет те абыройы жер жарған жігіттің нағыз сұлтаны еді. Жаманнан жақсы туса, теңі болмас демекші, әкесінің басын төрге сүйреген баланың есімі үлкен кішінің аузынан түспейтін. Ахмет пен Қамар бала кезінен таныс болса да, Ахмет Қасеннің досы болғандықтан екеуі жарытып сөйлеспейтін. Дегенмен уақыт өте келе Ахметтің қызға деген сезімі ашылып, хат жазуға бел буады. Қамар Ахметті өзіне лайық санағанмен ел жұрты сынғалады деп қорқып, Ахметті қорғалмау мақсатында жігіттің бетін қайтарады. Ымға түсінбеген кейіп жасап, Ахмет толғанып тағы да екінші хат жазады. Осы хаттарының бірі Ахметті күндеп жүрген замандастарының қолына түсіп, осылайша екі жас бір-біріне қосыла алмайды. Осы ауылда Жорғанырым атты бір зұлым болатын. Ол шал әйелінен айырылғанына көп болмаса да, өрімдей Қамарға көз тігіп жүреді. Қамардың жалынып жалбарынғанына да, Омардың үзілді кесілді қарсылығына да қарамастан, Оспан би мен Қалтан шалдың байлығына көз тігіп, қызды бермеске қоймайды. Тұрмысқа шыға сала Қамар ауыр дертке шалдығып төсек тартып қалады. Күйеу жұрты оны неше түрлі емші бақсыға көрсетсе де еш ем қонбайды. Бойында әлі барда Қамар қанша рет чахоткамен ауырғанын айтса да, бұны құлағына ілетін адам болмайды. Оқуға кеткен Ахмет көзі тірісінде Қамарды көріп кетпекші болып, аңсап-сусап ауылға келеді. Қамардың өңі кетіп қалған, жүзінен нұры кеткен түрін көріп, Ахмет басында танымай қалады. Ахметті көргеніне риза болған Қамар, бүгін өліп кетсең де еш өкінбеспін деген сөзін естігенде, Нұрым шал ашуланып, Ахметті қуып шықпақшы болады. Сүйгені үшін жүрегі қанжылаған Ахмет бақсыны да, Нұрым шалды да өлтіріп салады. Қалқам Қамар, менің жаным сен үшін қасық қанымдай, қош деді де, ақырғы сөздерін айтып өзіне қол жұмсады. Әрине, бұл оқиға қазақ тарихында шынында орын алғаны қынжылтады. Дегенмен, жазушының роман жазудағы асқан шеберлігі және көркем сөздерді шебер қолдана білуі сізді қызықтырары сөзсіз. Барша құрдастарыма осы шығарманы оқуға ұсынамын.